қыздар, қараңыздар, мен қазір сіздерге түстердің үйлесімін қалай табамыз, соны генерация жасауға арналған сайттар бар, соны көрсеткім келіп тұр. Әдейі мына жерге пост қалдырдым, астына видеоны салып қоямын. Сондықтан сол жерден қарайсыздар. Мына сайттарды қалай пайдаланамыз? Ең бірінші сайтты ашып қарайық. Ең бірінші сайтта андай ақшыл түстен қанық түске дейінгі сочетация етілетін түстерді көрсетеді. Қазір мен сіздерге мысалы мынау жасыл түс, мына жерге любой түсті өздеріңіз қолдан жаза аласыздар. Вот так любой түс шығады, иә. Жадай фигмада, например, мына жерде түстер жазылып тұрады. Қазір көрсетемін. Қыздар, бұл видео монтаждалмайды, имейте в виду. Мен монтаждамай, как и есть, сіздерге салып көрсеткім келіп тұр. Менің бүкіл практикалық сабақтарым байқасаңыздар, көбісі солай. Так, енді қараңыздар, мына жерде любой бір түсті аламыз. Мына любой бір элементті басқан кезде, мына жерде fill деп міне түсі шығады, иә? Міне, осындай жерден түсін просто көшіріп аласыздар. Болды, көшіріп алғаннан кейін мына жерге жаза қоясыздар, өзі шығады. Міне фиолетовый. Енді төменге қарай количество оттенок 18 дейді. Төмен қарай түсеміз, міне қараңыздар. Осы түске келетін мына основной оттенкалар, иә, ақшыл түсінен бастап темный фиолетовыйге дейін қалай жарасатыны. Мынау уже біздің өзіміздің түсіміз. Светлый оттенкаларды каждый детально светлыйын көрсеткен. Серый, осы біздің түске келетін серыйға дейін сочетация еткен, міне түсіміз. Темный оттенкалар, темныйдан қараға дейін бәрін міне көрсеткен. Мына жерде палитра цветов дейді, қазір бұларды да байқап көрсек болады. Генерация градиентов дейді. Мынау менде жоқ сайт, қателеспесем, просто сіздерге жасап көрсеткім келіп тұр. Осының ішіндегі инструменттер ғой. Осы сайттың ішіндегі инструменттер екен. Бірақ бұл жерге 3 түсті өзіңіз беру керексіз. Мысалы, міне бір түсті бердім. Мына жерде де өзің жазу керексің, немесе былай түстерді ауыстырып тұруға болады. Бұл енді қатты вау емес. Если честно, мен бұрын бұл басқаша болатын. Мына жерге бір түс қойсаң, мыналар автоматты түрде саған варианттарын ұсынатын. Сол саған мына түске сәйкес келетін варианттар шығатын еді. Қазір любой түстер шығатын болыпты, бірақ енді пайдаланып көрсеңіздер болады. Вот. Мына жерде түстердің палитрасы екен, бұл негізі қатты қызық емес. Так, бұл вариантты сіздерге көрсеттім, иә? Бұл жерде мынадай цвета деген настройка бар. Еще кез келген өзіңіздің түсіңізді жазасыз, сізге сол түсті тауып береді, соның семействосы деп айтады ғой, соған ұқсайтын, соның ар жақ бер жағындағы түстерді тауып береді. Одан кейін градиент, міне жоғарыда. Бұл градиентта мына жерде өзі вариант ұсынып тұр. Осы ұсынып тұрған варианттарды өзіңіз алсаңыз болады. Например, мына жерде мына синийді бассам, сол түстерге сәйкес келетін, сол түстермен жасалған градиенттерді сіздерге көрсетіп береді. Енді главный обложканы жасаған кезде пайдасы жақсы негізі. Мысалы, мен мына жерде мынадай фиолетовый оттенок пайдаландым. Мысалы, осы фиолетовый оттенокты соған жақын қылып іздесем болады. Мысалы, мына жерге жазсам, бізде бұндай түс жоқ дейді. Так, или решетка қояйын басында. Бұларда бұндай түс жоқ екен. Вот видите, библиотекада бұндай градиент с цветом нету дейді. Қолдан создавать ету керек еді. Мынау да сондай градиенттер создавать дейді. Бұған да өзіңіз қолмен жазу керексіз, өзі бермейді. Так, бұны да көрдік. Так, одан кейін палитра. Палитра основной түстер, міне. Бұны мысалы осы бір түстерді дизайнға пайдалансаңыз болады. Например, мынау артқы фон, мына екеуімен градиент, біреуі мысалы қанық шрифт болады, или ақ шрифт болады деген сияқты осылай пайдалануға болады. Дайын палитралар бір-бірімен сәйкес келеді. Фотопалитра бар еще. Так, өзіңізге керек
түсті бұл жерде жазбайды екенсің, значит бар нәрсені ғана таңдай алады екенсің. Бұның өзі негізі күшті көмек. Мына жерде фотографтарға негізі күшті көмек осындай түстердің үйлесімі. Мен сайт жасағанда мелочь болса да осының бәрін қараймын негізі. Вот бір сайтты болды, енді келесі сайтты көрсетейін. Осылай каждый сайтты пайдалануға мүмкіндік бар. Мына жерде вот мына жердегі жақсы маған ұнайтын нәрсе. Менде фиолетовыйымның түсін қайттан алайын. Маған негізі ұнайтын нәрсе осы сайттағы мынау фишка. Осы жерге жазған кезде міне астына осымен сочетация ететін палитралар шығады. Мысалы, мынаумен мына түстерді пайдалансам болады, мына түстерді осылай пайдалансам болады. Күшті андай еще палитра дейді. Күшті қылып андай сәйкестендіріп шығарып береді. Маған осыны да пайдаланған өзіме ыңғайлы. Бұл жерде мынадай бір градиент тегін ғана бар. Вот былай ауысып тұрады екен. Домашнийін көрейік. Дәл жаңағыдай, в принципе, осылардың біреуін ашасыз, сосын өзіңіздің цветті жазасыз, сізге сәйкес келетін түсті тауып береді, болды. Так, одан кейін бізде color. Мынау бар, бұл бірақ тоже ақшыл, темный фондарға жақсы. Бұл жерде RGB мен, жоқ, мынаны ашқан кезде решетка қойылады екен. Міне. Бұл біздің мына түсіміз, основной түсіміз. Мына жерге жаздым. Мына жерден тауып беріп тұр, И мына жерден ақшыл темный фондармен сәйкес келеді қайсы. Так, мынау не? Жоқ, бұл. Тонкая настройка дейді, список цветов дейді. Мына жерде де номерларына көрсетіп тұр. В принципе, бұлай барсаңызда көрінеді. Контраст, басқа түстермен. Триада, надай градиенттардың сәйкес келетін дизайнерлер пайдаланатын осындай круг бар. Осымен түстердің үйлесімін біз бұрын сабақта пайдаланатынбыз. Так. Мынаның бәрін осылай көре берсеңіздер болады. Үстіп жасап көріп, өздеріңізге ұнайтын түстерді таңдап аласыздар. Рандом, подсказка дейді. Подсказка деген не екен? Ашылмайды екен. Так, келесі сайтты көреміз. Төртеу бердім сіздерге. Төртеу. Енді основной пайдаланып жүргендерім ғой. Қазір мысалы бұл жерге өзіміздің түсті қоямыз. Міне. Бұл жерге өзіміздің түсті қоямыз. Мына түсті олар өздері предлагать етіп тұр, комплементарная дейді. Аналоговая 3 түс беріп тұр. Триада. Жаңағы мен айтқан варианттар ғой. Ой жерден раздельник монохроматический. Так, осылай өздеріңіз сәйкес келетін түстерді іздесеңіз болады. Базовый. Так, болды. Басқа негізі көп инструменттер көп сайттарда. Бірақ осы инструменттерінен артық, мне кажется, керек емес. Бұдан бөлек енді бізде Pinterest бар. Қазір енді Pinterest'ті көрсетейін. Бірақ Pinterest'те готовый суреттер болады. Сол арқылы өзіңізге іздесеңіз болады. Мысалы, мен кейде жазамын палитра цветов деп. Ой, английский. Палитра цветов, жаңағы градиент деп жазсаңыздар болады. Так, вот смотрите. Мына суреттердің әдемілігі сонша түстер үйлесімін сақтағандықтан осылай күшті болып шығып тұрды. Дизайн да мысалы мен дизайн интерьері жасағанда да бұрын пайдаланатынбыз. Қазір көп дизайнерлер осы түстердің үйлесімі арқылы сайттарын күшті, баннерларын көзге түсетін қылып істейді. Мысалы, мына жерде қара фонға ақ жазу. Мына жерде қараңыз, RGB ретінде мына черный фон көрсетіліп тұр, қанша екен мына жерде жазылып тұр. Міне мынау розовый, міне қызыл, розовый, гуин пинк дейді.
осындай оттенкаларды үстіп қарап алсаңыздар болады. Жұрттар кейде сұрайды да менен қалай пайдаланамыз деп. Мысалы қараңыздар, мына жерде шрифт қара, мына жердегі розовый, потом мынау ақшыл розовый, мына жағы мысалы чисто ақ емес та. Осында уже палитра ғой, мысалы мына жері розовый, мынау келесі түсі, мынау уже ақшыл түсі. И оған қара шрифтпен жазған, қара шрифт, мысалы ақ шрифтпен жазылса ақ шрифт, оның бәрі палитра ше. Вот. Просто берілген түстерді біреуін шрифтіға, біреуін фонға пайдаланасыздар. Мысалы мына жерде тоже осылай тұрған кезде просто тупо болатын еді. Так, давайте мына суретті сақтап, палитраны тағы да бір түсіндірейін. Так, вот смотрите, фигмаға қоямыз. Дәл жаңағы суретті алып келемін, чтобы сіздерге түсінікті болсын деп әдейі сурет алып жатырмын. Міне мынау тұр, иә. Енді палитра ретінде бұл қалай болатынын сіздерге көрсетейін. Міне. Мына жерде просто мынаның түсі, шрифттің түсі болады. Міне. Болды. Келесі палитрамыз просто фондыкі болады. Палитра просто вот так создавать етіледі. Так, келесі түс бізде тағы міне мынадай түс, мынау металл бір нәрсе деген. Көрдіңіздер ме? Уже басқаша. Мысалы, мынау ақшылды төмен түсіреміз, мынаны мына жерге қоямыз. Мынау. И соңында мына жерде ақ бар екен. Мысалы, просто мына ақты қоя саламыз. Чисто ақта емес, более розоватый. Вот. Мынаның арасында еще мысалы мынау серый оттенок бар екен. Вот палитра осылай жасалады. Сосын мына жерде мысалы H деген жаңағы сетка номері мына жерде жазылады. Енді мынаған келейік, например, ол қалай жазылады? Бірінші артқы фоны мынадай қызыл, міне өзгеріп жатыр, иә. Міне одан кейін бізде қандай қанық түс бар? Міне мынау қара екен. Одан кейін мына жерде ақшыл розовый бар. Міне. Одан кейін мына жерде бар вот такой металлический цвет. Міне қыздар қараңыздар. Металлический цвет тастың несі болғанмен кішкене розоватый оттенктары бар, көрдіңіздер ма? И астында мына жерде мысалы ақ жазумен жазыпты. Просто ақ жазу. Палитра деген осылай, осы түстерді сонда дәл осылай сочетать етесіздер ғой. Мысалы, біреуі текстқа, біреуі фонға, әр түрлі үстіп алынады. Түсінікті, иә? Надеюсь, енді сіздерге қиындық келтірмейді, өйткені көп сабақта қыздар сұрайды, қалай пайдаланамыз деп. Осыны YouTube каналыма салып қоямын, сол жерден көре аласыздар.